Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 16 мамырда жеңіл автокредит мемлекеттік бағдарламасы іске қосылған күні автосалондарда кезек пайда болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, кейбір автосалондарда жеңіл кредитпен сатылатын көлік болмаған. Әлеуметтік желіде тараған видеода автосалондардың бірінде ондаған адамның кезекте тұрғаны көрінеді. Сипаттамасына қарағанда бұл видео Нұр-Сұлтан қаласында түсірілген. Адамдар ұйымдастырушылардың жұмысына көңілі толмағанын білдірген. Бақ мәліметінше, жеңіл автокредитке үкімет бөлген қаржы банктерге түспеген. Бұл ақпаратты жеңіл кредит беруге тиіс, өзге де бірнеше банк растаған. Мемлекет бағдарламаға 100 миллиард теңге бөлген. Сарапшылардың есебінше бұл ақша 10 мың автомобильге ғана жетеді. Ал қазірге дейін 70 мың өтініш түскен. Өткен аптада премьер-министрдің бірінші орынбасары Қазақстан банктері 16 мамырдан бастап жеңіл автокредит бере бастайды деп мәлімдеген болатын. Қазірге дейін Банк Центр Кредит, Евразия банкі, Форте банк мен Халық банк өнеркәсіпті дамыту қорынан рұқсат алған. Қазақстанда жеңіл автокредит мемлекеттік бағдарламасы 2015 жылдан 2021 жылға дейін берілген еді. 2021 жылдың жазында Ұлттық банк бұл бағдарламаны қаржыландыруды тоқтатқан. Қазақстанда коронавирустың тағы бір штаммы стелс омикронның анықталуына байланысты карантин жарияланбайды, маска режимі енгізілмейді. Мұндай штамм бұған дейін елдің 12 аймағында табылған еді. Сәрсенбі күні орталық коммуникациялық қызметінің брифингісінде денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинияттың айтуынша коронавирустың бұл штаммы дельта штамға қарағанда жеңілірек өтеді. Бірінші, мемлекет басшысы елдегі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруға бағытталған бір қатар тапсырмалар берген болатын. Бүгінгі таңда тапсырмалар орындалды. Қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірлерінде эпидемиологиялық жағдай тұрақтанды. Тәулігіне коронавирус инфекциясымен шамамен 10 шақты ауру тіркеледі. Науқастардың 98%-нан астамы сауығып кетті. Министрдің сөзіне қарағанда қазіргі кезде елде барлық шектеу шараларының күші жойылған. Бірақ көрші елдермен шекарада бақылау әлі де бар. Қазақстанға келетін адамның вакцина паспортымен немесе коронавирус жұқпағанын дәлелдейтін анықтамасы болуы тиіс. Министрдің айтуынша қазіргі кезде Қазақстан әлемнің 35 елімен коронавирус паспортын тану туралы өзара келісімге қол жеткізген. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше Қазақстанда індет басталғалы бері елде коронавирус жұқтырған науқастар 1.305.660 адамға жеткен. Жұма күні президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитетін реформалау туралы жарлыққа қол қойды. Ақорда баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына қарағанда, президенттің 15 жарлығына түзетулер енгізілген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңартылған құрылымы бекітілді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жекелеген мемлекеттік мекемелері қайта ұйымдастырылып, оңтайландырылды деп жазылған ведомство хабарламасында. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің реформалау туралы жарлық ақорда сайтында жарияланған жоқ. Ашық нормативті құқықтар актілер порталында жарияланған құжатқа сәйкес негізінен бұрынғы президент қол қойған жарлықтар өзгерген. Ақпан айында комитет ұлттық қауіпсіздік комитет органдарының жұмысын бағалап, құрылымы мен міндеттерін жетілдіруді көздейтін жұмыс тобы құрылғанын хабарлаған. Оған шекара қызметі мен арнайы тағайындау қызметінің өкілдері де кірді деп айтылған. Қаңтар оқиғасы кезінде елде ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы Кәрім Мәсімов мемлекетке опасыздық жасады деген күдікпен ұсталғаннан соң бірнеше күннен кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев ведомствоның қызмет форматын өзгертуді тапсырған. Тоқаев наурыз айында халыққа жолдауында қаңтар оқиғасы кезінде мемлекетке опасыздық жасаған жоғары лауазым иелері арасында әскери және арнаулы органдар басшылары болғанын, олар күштік құрылымдарының заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтіріп, мемлекет басшылығына қалалардағы ахуал туралы жалған ақпарат бергенін айтқан. Қазақстан қор биржасындағы доллар бағамы 425 теңгеге дейін төмендеді. Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 6,4 теңгеге төмендеп 425,2 теңге болды. Айта кетейік, доллардың 20 мамырдың ресми бағамы 431,41 теңге. Дәл қазір Алматының ақша айырбастау орындарында долларды орташа сатып алу 426,199 теңге, сату 431,176 теңге. Нұр-Сұлтанның ақша айырбастау орындарында ақш валютасы орта есеппен 426,158 теңгеден сатып алынып, 429,134 теңгеден сатылып жатыр. 18 мамырда Швеция мен Финляндия Солтүстік Атлантикалық одаққа қосылуға ресми түрде өтініш берді. НАТО бас хатшысы Йенс Столтенбергтің айтуынша, екі мемлекеттің өтініші жедел тәртіппен қаралады. Швеция мен Финляндия Ресейдің Украинаға басқыншылығы жалғасып жатқан тұста бейтарап мәртебесінен бас тартып, НАТОға қосылу туралы шешім қабылдаған. Екі елдің өтініштерін НАТОға кеңесі қарайды, одан кейін олардың өтініштерін одаққа мүше барлық 30 ел қабылдауы тиіс. Дегенмен бұған дейін Түркия президенті Режеп Ердоған Швеция мен Финляндияны НАТОға қосуға қарсы болған. Ол Хельсинки мен Стокгольмді Анкара террористік ұйым деп таныған ұйымдарды қолдады. Олардың мүшелеріне саяси баспана берді деп айыпталған.
18 мамырда Bloomberg екі үміткер бірқатар шартты орындаса, Түркия өтініштерін қолдауға әзір деп жазды. Анкара, Швеция мен Финляндияның Күрдістанның жұмысшылар партиясын террористік ұйым деп танығанын қалайды. Бұған қоса Түркияның F-35 ұшақтарын пайдалану бағдарламасына қайта қосып, 2019 жылы Түркияның Сирияға басып кіруіне байланысты қойылған қару-жарақ экспортына шектеуді алып тастаған талап етеді. Апта жаңалықтар осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Әлеуметтік желілерде бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада кездескенше.